сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа бөлімді бастаймыз. Су тіршілік көзі бөлімінің тақырыбы сусыз өмір жоқ. Бүгінгі сабақта ауызша мәтіндер құрауды, қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескертіп айту, сан есім атауларын білу, орынды қолдану. Сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Үнемдеу, экономить, беречь, аштық, голод, сұрау бар, есть, спрос, шөл, пустыня. Алдымен судың ерекшелігіне байланысты берілген сөздерден сөз тіркестерін құрап, сын есімдердің түрін ажыратыңдар. Составьте из данных слов словосочетания, связанные с характеристиками воды, а также разберите виды прилагательных. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада суды біз қайда, қалай қолданамыз? Тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құраңдар. В следующем задании, где и как мы используем воду, составьте текст, используя ключевые слова. Дұрыс орындады деген ойдамын. Тексереміз. Тілдік бағдарға тоқталайық. Бүгінгі өтетін сөз табымыз сан есім. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшерін білдіреді, неше, қанша, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім есептік, реттік, жинақтық, бөлшектік, болжалдық топтау болып бөлінеді. Имя числительное, то есть обозначает количество предметов, порядок предметов при счете и отвечает на вопросы қанша, неше – это сколько, нешінші – который. Итак, разберем виды числительных. Алдымен есептік сан туралы айтамыз. Есептік сан есім. Неше, қанша сұрағына жауап береді. Количественное имя числительное отвечает на вопросы сколько и не имеет окончаний. Реттік сан есім нешінші деген сұраққа жауап береді. Порядковое числительное отвечает на вопрос нешінші, который по счету. Жұрнақтары окончание ыншы, інші, ыншы, інші. Мысалы, бірінші, первый, екінші, второй, үшінші, третий. Жинақтық сан есім нешеу сұрағына жауап береді. Собирательные числительные отвечает на вопрос нешеу, сколько. То есть в казахском языке существует 7 собирательных числительных, то есть это от 1 до 7, которые образуются с помощью суффиксов ау, ю. При этом отбрасываются последние гласные, например, бр, брю, а алты, здесь последние гласные ы опускается, добавляется суффикс ау, алтау, жеті, жеттеу. Болжалдық сан есім – это приблизительные числительные. Қанша, неше, қай шамалы, нешеге жуық, қаншадан, то есть это приблизительно сколько, какое количество. Как же они образуются? Путем присоединения к любым количествам числительных суффиксов дай, дей, тай, тей. Например, отыз дай,
около 30. Также путем присоединения к десяткам, сотням, тысячам сравнительных суффиксов даган, деген, таган, теген и так далее. То есть жүз деген около 100, ондаган около 10. Опять же, путем присоединения к десяткам, сотням, тысячам сравнительных суффиксов дап, деп, тап, деп, лап, леп. Мысалы, елу леп около 50. Например, возьмем вот это слово отыз бестерде около 35. То есть, смотрите, здесь образовано при помощи присоединения окончания множественного числа, как вы помните, дардер, тартер, ларлер, и окончаний направительно-дательного падежа, то есть барсиптык, даде, га, ге. Возьмем числительный 70, 80. То есть здесь образовано путем следования подряд двух чисел, то есть около 70, 80. Топтау сан есімі туралы айтатын болсақ, нешеден, қаншадан сұрақтарға жауап береді. То есть разделительное и числительное отвечает на вопрос нешеден, қаншадан, это поскольку. Как же образуется? Это количественное числительное и плюс исходный падеж шығыс септік я, нан, нен, дан, ден, тан, тен. Мысалы, бір ден, үш тен, бір екі ден. То есть по одному, по 3. Бөлшектік сан есім. Это дробные числительные. Как же они образуются? Вначале неше, қанша, нешесі, қаншасы деген сұрақтарға жауап береді. Это вопрос сколько? Енді екіден бір деген сан есімді алайық. Здесь екі ден. Екі – это количество числительное, то есть это знаменатель, да? И плюс шығыс септік, то есть суффикс исходного падежа, ден. А второе – бір – это числитель. Екі жарым, половина второго. Екі бүтін оннан бес. 2,5. Как вы заметили, существует специальное название, да, то есть бүтін, целое и жарым половина. Келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді тыңдап, рөлге бөліп оқыңдар. Түсінгендеріңді айтыңдар. А теперь прочитайте текст по ролям и перескажите. Жетінші тапсырмада диалог бойынша қос жазба күнделігін толтыр, түсіндір. В следующем задании дополните дневник, вписывая в один столбик отрывок с диалога, а во втором столбике пояснение. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Қою әріппен жазылған сөздерге сұрақ қой. А теперь задайте вопрос к выделенным словам. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Алтыншы тапсырмада төмендегі есептік сан есімдерден реттік сан есімдер жасап,
оларды сөзбен жаз. А теперь данные количественные числительные преобразуйте в порядковые и запишите их словами. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. 7-ші тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мақал мәтелдерді аяқта. То есть дополните пословицы, ставив вместо точек нужные слова, которые у вас даны в книге. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Сусыз өмір жоқ деген тақырыпта көршіңмен 4-5 сөйлемнен тұратын диалог құра. К данной теме «Сусыз өмір жоқ, без воды нет жизни» с другом по парте диалог, состоящий из 4-5 предложений. Бұл тапсырманы да ойдағыдай орындады деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Төмендегі суреттер бойынша мәтін құра. Составьте текст по картинкам ниже. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.